Осы қазақ әдебиетіне көрініс берген ұғымға ауыр тиетін мәселелерді шешіп алу үшін ең алдымен адам кім, өзім немесе мен деп адам нені айтады деген сұрақтарға жауап беріп көрелік. 19 ғасырда қазақ әдебиетіндегі ренессанстық тұлға Абай бұған дейін қолданылып келген қазақ әдебиетіндегі күрделі ұғымдардың басын ашып анықтама береді. Өлсе өлер табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Осылайша ақын біздің күнделікті қолданып жүрген ұғымдарымызға түсініктеме бере отырып, санадағы ұғым түсініктерімізді түзетеді. Сана дұрыс сана, түзу сана. Түзу өміріміздің де кепіл емес пе? Ендеше біздің адамды өлді деп жүргеніміздің өзі жалған болып шықпай ма? Біздің адамды өлді деп жүргеніміздің өзі бар жоғы мені мен менікін айырылған екен. Абай бұл өлеңде тіршіліктің сырларын, адам өмірінің қырларын жұмбақтап отыр. Бірақ оқырманды көп сартылтпай жұмбақтың жауабын өзі береді. Ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі, мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, меніке өлсе өлсін оған бекі. Абайдың айтуынша адам өлмейді, адамның табиғаты өледі. Адам мен адамның табиғатын шатастырмау керек, екеуі екі нәрсе. Адам ақыл мен жан. Абай бұл екеуін мен деген ұғымға біріктіреді. Мен мәңгілік. Адамның жаны осы өмірде ғана емес, ақыретте де өмір сүреді. Ақырет ақырғы өмір, соңғы өмір жанның мәңгі тұрағы. Өзін мұсылманмын деп есептеген әрбір пенденің ақыретке деген сенімі иманның бір шарты екен, бәріміз білуіміз керек. Табиғат сөзі арабша жаратылыс деген мағынаны білдіреді. Жаратылған нәрсе ерте ме кеш пе жоқ болмақ, қарап болмақ. Жан немесе рух ол да Алла тағаланың әмірімен жаратылған, бірақ ол ерекше жаратылыс. Жаратушы иеміздің нұры, есім сипаттарының сәулесі берілген жаратылыс. Жаратушы иеміздің нұры, есім сипаттарының сәулесі берілген жаратылыс. Жаратушымыздың сәулесі түскендіктен де ол Раббімізбен бірге мәңгі жасайды, бірге өмір сүреді. Шіріп құрып жоқ болатын тән, өлетін тән неге өлмейтін жанға әмірін жүргізу керек. Ұғымдардың аты айтып тұрғандай мен бірінші басшы, ал тән бар болған менікі, менің иелігіндегі құзырындағы бағынышты нәрсе. Осыны айыра алмай адам баласы фәни тіршілікте әуре сарсаңға түсіп жататыны да өтірік емес. Еңбек осы менікінің менге бағынуы, бағына отырып өз азығын адал жолмен тауып жеуі. Қазақ әдебиетінде әсіресе оның құрамдас бір бөлігі болып табылатын сопылық әдебиетте нәпсіні образды түрде итке теңейді. Халық арасында еңбексіз итшер, бейнетсіз битшер деп аталатын ауызекі сөздің мағынасы осыны меңзесе керек. 19 ғасырда қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Дулат Бабатайұлының «Дүние жемтік мен төбет» атты жырында осы ит нәпсінің бейнесі былайша суреттеледі. Біреудің отын үрледім, өз отымды жақпадым, сонда дағы оңбадым. Көн шалбар түспей бұтымнан, қыс болса тапшы қызылдан, жаз болса шала жұтымынан. Адал сопы мен емес бірдің сөзін тұтынған, саудаге сырттай қайтты өмір, құмар ойнап ұтылған. Мөңіреп жұртқа ой қайтты, бұзау өлген сиырдай, нәпсі төбет қабағам. Жемтік көрсе тұрама, арылдап танау жиырмай, өзімнен өзім қызғанып, азын аулақ жиған, өзіме де бұйырмай. Күнәм жойқын тәубем аз, тіршілікте не таптым, дүние жемтік мен төбет, соны бақпай не бақтым. Арылдасып әркіммен не қақпаздым, не қаптым. Кез келген еңбектің нәтижесі материалдық игілікке келтіретіндік даусыз ақиқат. Қазақ тілінде материалдық игілікті мал деп атайды. Мал байлық, мүлік, жекеменшік, ақша, капитал, ақша қоры деген мағыналарды береді. Малға деген қазақ әдебиетінде екі түрлі көзқарас бар. Бірінші көзқарас бойынша мал тіршіліктің негізі, бүкіл адами қатынастардың негізінде жататын, оларға салмақ беріп тұратын өлшем. Екінші көзқарас бойынша мал бүкіл жаманшылықтың көзі, адами қатынастардың бұзылуына алып келетін, адамды аздырып теріс жолға салып жіберетін нәрсе. Осы екі көзқарасты саралай келе барлығы малға деген біздің дұрыс қатынасымызға байланысты екенін аңдаймыз. Қазақ амандасқанда мал жан аман ба дейді. Тегіннен тегін болмаса керек. Мал амандық, саулық сұрасқанда бірінші орынға шығып тұр. Неге? Өйткені мал жанның, біздің жанымыздың сақтап қалуының кепілі. Мал арқылы адам баласы жан сақтайды, өседі, өркендейді.
Мал арқылы өзінің алдына қойған мақсаттарына жетіп, адамшылық мұратын іске асырады. Малдың адам өмірінде алатын орнын, маңызы мен мәнісін Абай өзінің Рахымжалға атты өлеңде былайша зерделейді. Сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал. Өмір сүрген кісіге дәулет қызық бала бал. Бал болатын бала бар, бал болар ма Рахымжал. Бүйтіп берген балаңды, берген Құдай өзің ал. Сөз жоқ, мал материалды игілік, байлық ретінде адамзаттың өміріне көрік беріп тұрады. Сондықтан мал мен байлық жаман деген адам рия жасап тұр. Өмірдің мәнінің өзі болып толып тасуда, өсіп өркендеуде емес пе? Керісінше жоқшылық пен кедейлік өмірдің сән кетіреді. Абай дүниетаным мағмұрлығы біртүрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетін де болады дейді. Барановтың арабша, орысша сөздігінде мағмұр сөзінің бірнеше мағынасы беріліпті. Бірінші мағынасы өңделген, бапталған жер, екіншісі ел қонған жер, жердің беті әлем. Абайдың мағмұрлығын түсіну үшін бұл сөзді қай мағынада қолданылып отырған ұғыну үшін Асан Қайға жүгінеміз. Көшпелі философы бұл заманда не ғарып деп басылатын толғанда біз іздеген сөздің мағынасын ашып береді. Ел жағалай қонбаса, бетегелі бел ғарып, қаз үйрегі болмаса, айдын шалғыр көл ғарып. Шынында да өмірдің сәні мен мәні Алла тағала жаратқан нәрселердің орнымен қолданылуы, әр нәрсенің өз жаратылыс мақсатына сай пайдаланылуы емес пе? Ендеше тіршіліктің мағмұрлығы барлық бар болу, өсу, өртену, жайнау. Адам ақылынан нұр беріп, оны тірлікке ынталандырып харекетке бастайды. Керісінше жоқшылық адам ақылын күңгірт, қамырықты ойлармен шырмап дүниені баз кешіріп түңілтеді. Мал мен байлықты баршылықтың қадір қасиетін жете білген қазақ, байлықтың феноменологиялық сырына бойлай терең түйсіне білген қазақ. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы деп тұжырымдайды. 90 ауыз сөздің толықтай түйінін беретін мақал арқылы байлықтың, барлықтың жалпы нәті жақсы екендігін, халықтың жанды жерін дөп басып, туған халқының тіршілік темір талқысына түспеуін қалаған жұмырбай ақын айтады. Нәпсің жаман, боқ жаман, боқты жоқсан кетеді, бәрінен де жоқ жаман. Міне халықтың деңгейдегі жоқтық туралы түсінік. Жоқтық өмірдің, тіршіліктің дұшпаны. Қазақ дүниетанымында одан өткен жаман нәрсе жоқ. Халық мұны қапысыз түсінген. Түсіне отырып адамды адамшылықтан кетіретін жоқшылықтың алдын алуға тырысады. Жоқшылық кедейліктің зардабын тартқан, оның себеп салдарын ыждахаттылықпен өңлей білген шалақын. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң туысыңда таныс емес, суық үй, арық соғым, жаман қатын, үшеуі кедейліктен алыс емес. Жоқ болсаң қызыл бүй үйің болар, бар болсаң күндіз түні жиын болар, алыстан кедейліктің алдын ашық, төбесі көрінген соң қиын болар. Ант соқса адам шіркін тосылады, керік кетсе ұйқы кеп қосылады. Қалқұтан қара қалпақ болсаң дағы, мал шіркін абыройыңды жасырады дейді. Шал ақынның айтқандарының бәрін келісуге болады. Тек кедейлік ер жігітке намыс емес деген тұжырымына келісу қиын. Намыс ол да тілімізге араптан енген. Заң, ыждан, ар деген мағыналарды береді. Туған туысқаның сырт айналса, шағып алатын қызыл бүйден өз үйіңнен өзің жиранып қашып жүрсең, намыс емес пе? Ішсе тамаққа, кисе киімге жармай, бала шағасының алдында төменшіктеп оларды асырай алмай отырған адамда қандай қадір қасиет қалады? Ондай адамды керісінше қазақ намыстан жүрдай дейді. Бәлкім шал ақын ащысы мен тұщысы қатар жүретін өмірді кедейліктің болмай қоймайтынын меңзеп айтқан шығар. Ал халықтық дүниетанымда өр сипатын жоғалтпаған жыраулық поэзияда бұл мәселе мүлдем басқаша қарайды. Өзі тұтастай бір дәуірдің айнасы қазақ дүниетаным мәйі болған бұқар жырау. Қара құлам жүйрік деп құланы жақтай бермеңіз, жебе тисе мерт болар, мерт болған соң ет болар. Жалғызға зорлық қылмаңыз, жағасынан алмаңыз, өзіңіздей жақсы сындарға анау деген ат болар. Қара құла арысы. Майы қалың бес артық, баласы жоқ қатыннан лақтаған ешкі артық. Жалғыз туған жігіттен сырым тікен тал артық, жарлы болған жігіттен бесіктегі бал артық, есіктегі үй артық деп толғайды. Әр нәрсеге өз бағасын беріп, халықтың дүниетанымында балталаса бұзылмайтын қылып шегендеп кеткен жырау жарлы болған жігітті тіпті адам қатарына алмайды. Оны санатынан шығарып тастайды. Одан бесіктегі бала артық, есіктегі үй артық дейді. Осыдан кейін кедейлікке ер жігітке намыс емес деп қалай айтасыз? Намыс болғанда қандай? Жырау жеріне жеткізіп, жетесідің өзі ұғатындай қылып айтып тұр. Ақиқат сөз әзелден ашы тиетіні рас.
Халық қамын ойлаған бұхар ащы сөзді уытымен жарлық деген халық шарасын емдеп жазуға ұмтылатынын бек аңдаймыз. 19 ғасыр қазақ қоғамының капиталистік еңбек қатынастарының толықтай болмаса да ішінара ене бастаған кез болатын. Бұрын қазақ бай ағайын туғанына ғана жалданып сол ақыға күнелтсе, енді Семей сияқты ірі қалаларға барып жалданып нәпақа табудың мүмкіндігін туғанын көреміз. Жаңа заманның орайынан туындаған еңбек қатынастары дәстүрлі қазақ қоғамының стереотиптерінің бұзылуына талап ете бастады. Оны өзгерістерді жіті аңдаған Абай: алға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса сыйламай тұра алмас ел, қаруыңның барында қайран қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі жел дейді. Алға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса сыйламай тұра алмас ел, қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі жел дейді. Сондай жаңа заманға сай келмейтін ескі дағдылардың бірі ауыл айналасынан ұзап шықпау. Көршісең руымен немесе көппен көрген ұлы той деп рулық достық қатынастар шеңберінен шығандап шықпау болатын. Абай айтады: жат жерге кет, жалға жүр дейді. Ескіше тәрбиеленген қай қазақ болмасын, бұл заманның жаңа талабы оңай соқпасы анық. Соны біле отыр адамшылық артынан кетіретін кедейліктен құтылудың жолын сілтеген ғұлама ең алдымен туған халықтың санасын өзгертуге ұмтылады. Рулы елмен бірге болып кәсіпсіздіктен, харекетсіздіктен азғанша қандай жолмен болсын мал тауып келудің дейді. Малың болса сыйламай тұра алмас ел деп адал еңбекпен келетін малдың адамның қадір қасиетін, адамшылық құнын өлшем екендігін ашық айтады. Адамның адамшылық қадір қасиетінің негізінде жатқан мал табу оңай шаруа болмаса керек. Мал табу адамның жанқиярлықты, тәуекелдікті, табандылықты, еңбексүйгіштікті талап етеді. Өзін өзі аямаған адам бай болады да, өзін аяп әйеншектеген адам кедей болады. Содан кейін еріксіз, амалсыз, тәуекелі зор бай адамға кіріктар болып күн кешеді. Бұл туралы 19 ғасырда дүниеге келіп, қазақ әдебиетінде өшпес із қалдырған мәшһүр жүз көпейді. Былай деп жазады: байдың малы ардақты, кедейдің баласы ардақты деген. Бай бола туған кісі өзінде аямайды, баласын да аямайды. Жарға құлағы жастыққа тимей, ұйқы көрмей, күлкі көрмей, түн қатып, жаны да жоқ ойында, ас су жоқ ойында, малдың қамын ойлауға ждахаты зор болады. Кедей малдың қамымен жұмысы жоқ, есіл дерті баласының суыққа тоңбағанын, қарны аш болмастығын, ұйқысы бұзылмағанын мақсат көреді. Жасынан жаман әдетке, табиғатты үйренген бала соны қалап алып, ақырында мұқтаждыққа, қорлықта қалады. Жалпы қазақта бала тәрбиесіне қатысты аясаң аяма деген қағида бар. Бұл тек балаға ғана қатысты десек, мәселелердің байына бара алмағанымыз. Бұл жалпы адамның дамуына қатысты принцип. Қазақ тілінің лексика қорында жан күйттеу, жан күту, жан аю деген ұғымдар бар екен білеміз. Бұл қай жан? Бұл денеміздің жаны нәпсіміз. Бәркіл типаносы аяулы ардақты жанымызды күтуден, аяудан басталады. Сол жанды аямау, жас кезіне жұмыс істеуді дағдыландыру, жұмыс істеп үйрету адам тәрбиесінің басты қайнар көзі десе қателесе қоймаспыз. Адамға деген шын жанашырлық деп осыны айтады. Баланы жастан, қатынды бастан деген. Өмірлік қағида принциптерде осы жан тәрбиесіне байланысты шыққан. Қазақ әдебиетінің үлгі мен өнегеге, тәлім мен тәрбиеге толы үздік мәтіндерін көңіл көзінен өткізіп зерделер болсақ, көтерілген мәселенің шындай екенін көзіміз жете түседі. Қазақ әдебиетіндегі жыраулық поэзияның көрнекті өкілдерінің бірі Ақтамберді жырау Сарыұлы бұл мәселені былайша толғайды: балпан басарсың, басуға табан шыдаса, қызыл алмас жан қияр, қызыл талға қынаса, жол болмасқа немене тарығып шын жыласа, мал бітпеске немене жігіт жанды боласа, ел шетіне жау келсе, алдыңғы сірә дау келсе, батыр сынған жігіттің күшін сонда сынаса. Қазақта шын жыласа соқыр көзден жыр шығады дейтін мақал бар. Не нәрсе болса да шын тырысудан, шын тілеуді, бар ынта ықыласымен берілуді талап ететін меңзеген. Ақтамбердінің толғауы да осы ойымызды қуаттай түседі. Адамның жолы болу үшін тарығып шын жылау қажет екен. Адамның жолын болдыратында, болдырмайтында құдіретті күшті емес. Құдайдан сұрау тарығып, ынта-шынтамен сұрау болмысты болғызып, берместі бергізетінін айтып тұр. Тарығып шын жылау адамның жаны қысылып, бір құдайдан басқадан үмітін үзіп, тек жаратушыға жалбарынуы. Жалбарына отырып 18 мың ғаламды жаратушы, барлық ризық несібенің иесі Алла тағаланы тануы. Және барлық күш-қуаттың иесі де оның бір өзі екендігіне иланып, шын
күш-қуат иесімен байланыс орнатуы. Міне осы кезде адам баласы пенде өзінің жаратушысын танығанда, оның бойынан алапат күш-қуат құйылып, тау қопарып, тас бұзып, қарекетке кіріседі. Құдайын танымаған пенде өзі сияқты пенделерге табынып, солардың нәпақа дәметіп сұрап, өз қадірін кетіреді. Қарекетке емес, әрекетке бастайтын істерге барып, қапылдық танытады. Сөйтіп өзі сияқты пенделерге табынған адам баласы тіршілікте оңбай алданып, жоқшылықта, қайшылықта өмір сүреді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйін түйіп үйренген қазақ бұл хикметті Құдайдан сұрағаның қос бүйірі шығар, адамнан сұрағаның екі көзі шығар деп қорытады. Немесе Құдайға сыйынған құстай ұшар, адамға сыйынған мұрттай ұшар дейді. Қалай болғанда да адамның бүкіл қам-қарекеті жаратушымен тығыз байланысты екендігін меңзейді. Адам баласы кедейлігін өзінен көрмей Құдайдан көрсе, ол да оның танымның таяздығынан көрсетеді. Өзін-өзі танымаған, өз нәпсісін игермеген ездікті тағдыры бойынсыну деп ұққан пенделер Алла тағаланың әділеттілігіне, жаратқан пендесіне еш аламайтынына күмән келтіреді. Сондай бір әдемі әңгіме Абайдың «Қойшы көкшемен әңгімесі» деген Дәулетияр Бітімбаевтың естелігінен берілген екен. Енді Абай мен қойшының арасында болған екі әңгімені келтірелік. Қойшы шайға тойып терлеп кейін барып отырған соң Абай: «Ей көкше, енді ертегі айтшы» дейді. Қойшы: «Абай аға, кедейде ертегі бола ма, не айтайын? Абай, сені кім кедей қылды?» Қойшы: «Мені кедей қылған Құдай да». Абай: «Құдаймен бұрыннан араздық өштігің бар ма еді?» Қойшы: «Жоқ». Абай: «Ендеше неге Құдайдан көресің?» Қойшы: «Мал бермеген соң айтқаным ғой». Абай: «Құдайдың елге үлестіріп жатқан мал бар ма еді?» Қойшы үндемеді. Абай қойшыға қараған көзін аударып біз жаққа көпке қарады да: «Міне қазақтың көбісінің сөзі осылай келеді. Бұл зор адасқандық. Жас жағынан жалқаулыққа салынып алады да талап қылып, талпынып, алысқа барып, еңбек қылып, мал таппайды» дейді. Сол жалқау қырсығынан өз еңбегін өзі бағаламай, мына әйгерім сияқты малды жақсы көретін малқұмар адамға жалданады. Мұндай адамда ішсе тамаққа, кисе киімге жарымайды, жоқшылықтан арылмайды. Ол жоқшылықты, кедейлікті Құдайдан көреді. Құдай оған ерінбей еңбек қып мал таппа деп пе? Осы уақытта үлкен қалаларда, заводта жұмыс істеуші жұмысшылар бастарын қосып, байға ақымызды жегізбейміз деп жатқандар бар. Олар Құдайдан мал сұрамайды, аянбай еңбек қылып, оны күш қосып, бірігіп жоқтап алады деді. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарың тіленбей. Сонда мен Абайға: «Сіздің айтқан сөзіңіз ұғатын кедейді ақыл білім бола ма? Олар бас қосып не бітіреді, қайда болса да байдың сөзі болды болады ғой» дедім. Абай: «Қайта айтасың, кедейде неге ақыл білім болмасын? Асан қайғыдан ақылды, жиренше шешен қазақ баласы болды ма? Ол екеуі де кедей емес пе? Ақыл малда болмайды, баста болады. Кедейдің басы бар емес пе? Кедей басын қосып біріксе, елді съезді де басқара алады. Көп қорқытады деген мақал бар. Байдан кедей көп емес пе?» деді. 19-шы ғасырдың екінші жартысында дүниеге келіп, қазақ әдебиетіне өшпес із қалдырған сотқалы тұлғалардың бірі хан бірегейі Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ол ұстазы Абай бастап берген жолды жеріне жеткізе білген дана ойшыл. Егер Абай ақындықты алдына мұрат етіп қойып, жан тәнімен сол ақындықты билік талабына үдесіне шығуға ұмтылса, Шәкәрім алдына ондай мақсат қоймаған сыңайлы. Ол ақындықты өлең формасымен ұйқаста өзінің даналық ойларын, сыр сөздерін жеткізуге пайдаланғанын байқаймыз. Ақынның бұл мақсат мүддесі әсіресе ғайсадай жан беретін таңның желі деп басталатын өлеңде анық көрінеді. «Тілім сен барша жанға пайдалын айт, ақынсып айта берме әлденені. Шебер тіл жүйрік ойды шеше білсе, таусылар деп ойлама сөздің кені. Жыр өлең, насихат сөз, мақал тақпақ, тауып айтса дауысыз дерттің емі. Сырты сау, іші науқас елдің дені. Алдап айтқаш ақын көп тіл шешені. Жайдарысып құйрығын шайқақтатар, жүрегінің сыр емес сөйлегені». Ақындық сөз жоқ, сөз өнерінің патшасы. Бірақ сол ақындықта Құдайдың берген өнерін мал табуды, мансап қуудың жолына салғандар не деген аянышты, не деген күйкі жандар. Шәкәрім ақындықтың ішкі сырына бойламай, сыртын ғана місе тұтып, сөз өнерінің қадірін кетіретіндерге бітіспес майдан ашады. Ақындық ол да даналық, жүректегі сырдың өлең сөзбен көмкеріп сыртқа шығуы. Сондықтан да олар шын ақын бірінші жүректегі сөзін айтады. Әр нәрсеге әділетті жүректің көзімен қарайды. Шәкәрім өмір сүрген орта ескі мен жаңаның тоғысқан тоғылмалы өзгеріс заманы еді.
Қазақ қоғамын капиталистік қатынастар дендеп еніп, мал табу мәселесі бірінші орынға шығады. Есек өтін жусанда мал тауып кел деп Абайдың ұрандайтыны да осы шақ. Жаңа заман әкелген осы жойқын күш қазақ қоғамының ғасырлар бойы тірнектеп жиған имандылық негіздерін шайып кету қаупін туғызды. Мал тапқанның жөні осы екен деп адамшылық адымын айыратын әрекеттен бас тартпайтын, адал мен арамды айырмайтын бірқатар адамдар пайда бола бастады. Осы қауіпті жан жүрегіме сезінген шәкәрім мал жимақ деген өлең жазады. Бұл өлеңде адам баласы малды не үшін жиятын, қалай жию керектігі сөз болады. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің қамы үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адалды ізде, ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Абай бастап Мәшһүр Жүсіп пен Шәкәрім қостаған қазақ даласының еңбек этикасын қалыптасуында бұл мәселе мал мен жан мәселесі егжей-тегжейлі қарастырылады. Шәкәрімнің осы біз келтіріп отырған өлеңінен малды екі түрлі мақсатта жинауға болатынын көреміз. Мақтан үшін және жан үшін. Мақтан үшін жиған мал адамды бұзады, оның нәпсісін өсіріп жібереді. Мал жинаудың өзі мақсатқа айналып, жанның қажеттіліктері, ар, намыс, ұят секілді нәрселер ұмыт болады. Бұл қауіпті құбылысты Абай былайша өрнектейді. Мал жияды мақтанып білдірмекке, көзге шоқ мал менен күйдірмекке, өзі шошқа өзгені ит деп ойлар, сорпа сумен сүйекпен сүйдірмекке. Шәкәрімнің ұстазы ұлы ғұлама Абайдың айтуынша пайда, мақтан әуесқой шайтан ісі. Адамды азғыратын, тура жолдан тайдыратын шайтан лағынның істерінің бірі осы мақтан екен. Жоқ дейді Шәкәрім, малды мақтан үшін жима, жаның үшін жи. Мақтан үшін жисаң, ертең шіріп топыраққа айналатын, тәнің үшін жисаң, бүкіл еңбегің зая кеткені. Ал жан үшін малдың қажеті қанша? Жанға мал не үшін қажет? Жалпы қазақ әдебиетіне жанның орны қалай анықталған, жанға қандай баға беріледі? Осы сауалдарға жауап алу үшін де үлгілі әдеби нұсқаларға жүгінеміз. 18 ғасырда дүниеге келіп, 19 ғасырдың бірінші жартысына дүниеден өткен жыраулар поэзиясының соңғы өкілі Шалқырекеұлы жан туралы былай деп толғайды. Дүние деген шолақ депті, жан кеудеге қонақ депті. Ақырет деген бір киім алып қайтар солақ депті. Дүние деген осы, ешкімнің емес досы, болар еді досы, аумасы егер қосы. Жан кеудеге қонақ дейді Шалқырекеұлы. Жан тек кеудеге ғана қонақ бекен, жан дүниеге де қонақ емес пе? 19 ғасыр әдебиетінің тағы бір белді өкілі діни сана иесі Майлықожа Сұлтанқожаұлы өлшеніп берген өмір бар атты термесінде дүниеге мейман көңілім, мақтан самдауы тілерсің, өлшеніп берген өмір бар, уақытың менен жүрерсің деп толғайды. Міне осы дүниеге, тіпті осы дүниеде қалатын адамның кеудесіне аз күнге ғана қонақтаған жанға да мал қажет. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, бұл дүниелік емес, о дүниелік фәнилік емес, бақилық жанға малдың не қажеті бар деп. Бақсақ қажеті бар екен. Жан бұл дүниеге жай ғана келмеген, өзінің мәңгілік өмірінің азық жинау үшін келген. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадис шәрифте әд-дуния ғазратул ахират, яғни дүние ахиреттің егіні делінеді. Ендеше неексең соны орасың. Бұл дүниеде гүлексең, ахиретте гүл аласың, тікенексең тікен аласың. Сондықтан да жанға өзінің азығын, ар ұятын, ұжданын сақтап қалу үшін де мал қажет. Егер мал болмай қалған жағдайда тамағы тесік адам баласы күнкөрістің қамы үшін де біреуге көз сүзіп тіленуге мәжбүр болады екен. Адамна ар ұят, абырой кететін де осы кез. Беттің суын бес төгіп деген сөз осындай қысылтаяң жағдайда айтылса керек. Жасынан еңбек етуге үйренбеген кейбір адамдар амал жоқ құлқын тамағы үшін ары сата бастайды. Ал Шәкәрім арыңды сатпа, теріңді сат деп тұр. Қазақтың еңбек этикасында еңбек ету мәдениетінің ең басты қағидасы да осы: адам баласының өзінің маңдай ақы адал еңбегін терін сатып үйрену. Маңдай ақы адал еңбекпен істелетін кәсіп кез келген жұмыс әрі Алла тағала құлшылықтың, ғибадаттың бірі болып табылады екен. Баяғыда дін үшін соғыста жүрген бір үлкен ғұлама сахабадан қасындағы серігі: осы біздің істеп жүрген ісімізден абзал не бар екен дүниеде деп сұрапты. Сонда сахаба: бала шағаны күнбе-күн асырау бұл дін үшін болатын соғыстан абзалырақ деп жауап беріпті. Шәкәрімнің адал еңбекті ғибадат деңгейіне көтеріп отырған осындай діни мәдени негіздер бар екен еске түсіре кеткеніміз артық болмас. Бай болу, дәулетті болу кез келген адам баласының арманы. Қазақтың бүкіл ертегісі бай болып, бар болып мұратына жетті деп аяқталады. Кедей болып мұратына жетті деген ертегіні не аңызда бір кездестірмедік. Соған қарағанда бай болу, дәулетті болу жалпы адамзат баласына өсіп өнуді мұрат тұтқан
мұқым тіршілік иесіне тән қасиет қой деп ойлаймыз. Ал сол дәулетті болудың жолын, мәні мен мәнісін көп адам біле бермесі анық. Кім бай боламын демейді, Құдайы қаламайды. Кім би боламын демейді, халқы қаламайды деген мақал осыған орай шықса керек. Ендеше бай болудың, дәулетті болудың жолы қандай? Адамның бар болған қашан Құдайы қалайды? Шеберді шебер дегенше Алланы шебер десейші дегендей. Алла тағала адамды ғажайып шеберлікпен жасаған. Бай болсын, бар болсын, кемелдікке жетсін деп жасаған. Тек біз өзімізді танымағаннан кедей болып, кемел емес, кемшіл болып ғұмыр кешеді екенбіз. Осы жаратушаның шеберлігін, адамды не мақсатпен жаратқандығын тәпсірлеп түсіндіріп беретін әр халықтың өзінен шыққан ғұламалар болады. Шәкәрімнің қазақтың бағына біткен сондай ғұламалардың бірі де бірегейі. Ғұлама біз көтеріп отырған мәселелер төңірегінде былайша ой қорытады. Ерінбесең еңбекке, дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір Құдайың, ойлансын деп ой берді, көруге көз, аяқ берді, тапсын деп басқан сайын. Бай болудың, бар болудың жолы кілтипаны өз бойымызда екен. Оны алыстан не басқа жерден іздеуші еш қажеті жоқ. Бұлай қарағанда бұл айтылмыштар жұрттың көбі білетін қарапайым нәрселер. Солай бола тұрса да жақында алыс қылатын, айқынды көмес қылатын, бізді көрбала қылатын нәрсе бар. Оның аты нәпсі. Өсіп жетілу мен кемелдікке бет алған адамның негізгі жауларының бірі де осы нәпсі. Нәпсі бай болу мен бар болудың көздерін бойымыздан алыстатып, оны өзгеден іздеуге, жатқа телміртіп, жақынға көз сүзге мәжбүрлейді. Нәпсі дұшпанның көзіміздің көлегейлеп, шынның көзін көрсетпеуге ұмтылған әрекетін ақыл әшкерлейді. Ақыл болғанда нәпсіге қызмет ететін, оның сойылын соғып жыртысын жыртатын ақыл емес, нәпсіге дегеннің жүргізетін, айдауында көндіретін таза ақыл. Шәкәрімнің өлеңдері осы бойымыздағы нәпсінің қолайымен жүремін деп кірленген ақылды тазартуға бағытталған. Дәулет еңбектің нәтижесі, басқа ештеңе емес, тек қана ерінбе дейді ойшыл ақын.